Тағы да қайырлы күн. Мен Мейіржан Әлбек сіздермен бірге, жоба жетекшісі. Біз келесі сабағымызды бастаймыз. Қалам, қағаздарыңыз дайын болса, бірінші мақалға кірісіп кетейік. Біздің талдайтын алғашқы мақалымыз бұл сабақтағы есектің жүгі жеңіл болған сайын жатаған келеді. Бұл жердегі мәселе тек қана есекке қатысты емес, бұл кез келген адамға қатысты. Егер адам жұмыспен айналыспаса, бір іспен айналыспаса, оны еріншектік, жалқаулық басып, былайша айтқан кезде әртүрлі ойлар мазалап, бір азғындыққа ұшырауы мүмкін. Яғни азғындық деген бір қатты естілгенмен, Абай атамыздың өзі бұл жөнінде айтады: қарны тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын дейді. Сондықтан қазірден жоспар құрып, мен ертең осындай сабақ оқимын, ертең кітап оқимын, арғы күні спорт секциясына барам, одан кейін жүзуге барам деген сияқты өздерінің жоспарларыңды құрып, болашаққа нақты бір қадаммен аттауға тырысыңыздар. Келесі мақал: шымшықтың басына бақ қонса, оған самұрық келіп сәлем береді. Негізінде бұл өте күшті мақал, мағынасы терең. Бұл жердегі ойнап тұрған сөз бұл шымшық пен самұрық сөздері, яғни құс атаулары. Шымшық енді бұл негізі торғай ғой, бір өңірде торғай, бір өңірде шымшық деп аталуы мүмкін. Яғни шағын ғана, кішкентай ғана құс, оған самұрық келіп сәлем береді егер шымшықтың басына бақ қонса дейді. Ал самұрық деген аңыздарда келетін бұл үлкен құстың атауы. Яғни енді былайша айтқан кезде аңыз емес, өмірдегі құстармен алсақ, жаңа жыртқыш, бүркіт немесе құзғын деген сияқты үлкен бір құстардың атымен атауға болатын шығар. Яғни бұл жердегі мағына, Алла Тағала қалап бір адамға күш қуатына қарамай бақ беретін болса, оған ең күшті мықты болса да басқа біреу келіп оған қызмет жасайды, сәлем береді, оны сыйлайды деген сөз. Бақ деген бұл ешкімнің күш қуатына немесе көлеміне немесе жаңағы беделіне қарамайды. Кімнің басына қонса, сол адамның маңайында атқамінерлер де, басқа таққамінерлер де қызмет жасап жүруі мүмкін. Ата ұлын күн деген, атасына жаумен тең, ата сөзін білмеген, бұлағы жоқ таумен тең. Бұл мақал негізінде екі жолы екі түрлі мағына бергенмен, өте екі жолда терең үлкен мағына жатыр. Ата ұлын күн деген, яғни бір атадан туған балалар бір-бірімен күндесіп, бір-бірімен ұрысып, жаңағыдай үлкен бір дау бүліктерге баратын болса, ол өзінің атасына жаумен бірдей болады дейді. Яғни бір атадан туғандар бір-бірімен күндесетін болса, өзінің атасымен жау секілді болады дейді. Ал ата сөзін білмеген дейді. Яғни сен осы біздің мақал мәтелдерді үйреніп жүрсің ғой, бұл біздің аталарымыздың сөзі. Яғни сен сол сөзді білмеген дейді. Бұлағы жоқ таумен тең дейді. Елестетші, тау деген бұл енді сарқырап жатқан бұлақтың бастауы. Тауы, бұлағы жоқ тау, бұл былайша айтқан кезде кімге, қандай жан-жануарға, кімге қадірлі болуы мүмкін. Оны елестете алмаймыз да. Бұлағы жоқ тауды елестете алмаймыз. Сондықтан егер біздің көкірек көзіміз бабалардың сөзімен сусындамаса, біздің өзіміздің ішкі дүниеміздің бұлағы, біздің жырларымыз, осы руханиятымыздың бұлағы, біздің мақалдарымыз тәрбиенің қайнар көзі деп те айтсақ болады. Сондықтан осындай атаның сөзін білмеген адам бұлағы жоқ таумен тең дейді. Келесі мақалымыз бұл да өте маңызды, күшті, мағынасы терең мақал. 12 мүшең сау болса, сәулет емей немене, 10 саусағың сау болса, дәулет емей немене дейді. Сәулет деген сөз, бұл жерде сәулет пен дәулет деген сөзді әрі ұйқасып тұр, әрі үйлесіп тұр, әрі осы мақалдың көркін кіргізіп тұр. Сәулет деген сөз бұл, яғни біз айтамыз
қаланың сәулеті күшті екен деген сияқты. Бұл сән, архитектура деп қарастырамыз. Яғни сенің 12 мүшең сау болса, ол адамның сәні. Былайша айтқан кезде адамның келбетін, ажарын кіргізіп тұрады. Ал 10 саусағың сау болса, бұл дәулетің. Яғни сен 10 саусағың арқылы сен дүние, байлық табуға мүмкіндігің көп. Былайша айтқан кезде адамның әр мүшесі, яғни мысалы бір мысал келтірейін, осы біздің саусағымыз ғана емес, бір тырнағымызды ауыртып алсақ, біз күнделікті көтеріп жүрген жүкті көтере алмаймыз. Сондықтан қолдан күш кетіп қалады деген сияқты. Сол 10 саусақтың саулығының өзі бұл Алланың берген дәулеті, және сол арқылы біз дүниеде, байлықта табуға мүмкіндігіміз бар. Жалпы 12 мүшең сау болса, Құдайдың солға бергені деп аталарымыз айтқандай, біздің әрбір денемізде мына жерім артық еді, осы жер керек емес еді деп айтатын бірде-бір жеріміз жоқ. Тіпті тырнағымызға дейін бізге күш қуат, сән, сәулет, дәулет беріп тұрады екен. Түйеге жантақ керек болса, мойнын созады дейді. Адам маған бір нәрсе керек деп жата беретін болса, оған еш нәрсе келмейді. Яғни қазақ айтады, әрекетке берекет дейді. Яғни бір нәрсеге жету үшін сен не істейсің? Әрекет жасайсың. Жаңағы жантақ керек болған екен, түйе өзінің мойнын созған сияқты, сен де өзің қолыңды созып, аяғыңмен барып, жұмыс жасап әрекет етсең, өзің қалаған нәрсе, саған керек болған нәрсеге не істейсің? Қолыңды жеткізесің. Бұл мақалдың мағынасы жалпы әрекет ету. Кез келген өзің қалаған нәрсең, дұрыс нәрсеге ниеттенген болсаң, соған сай әрекет жасау керексің. Осы мақалдарымыздың барлығын жазып, конспектлеп, сосын жаттап, мағыналарымен бірге жаттап алыңдар. Ертең күні фестивальда тест ретінде, сұрақ-жауап ретінде алдарыңнан шығатын болады. Біз сендерді үлкен фестивальда жақсы өнер көрсетіп, жақсы табандылық танытып, жетістікке жетеді деп үміттенеміз.